Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз коллекторлар туралы әңгімелесеміз. Осы видеоға лайк қойып, менің каналыма жазылыңыз. Коллекторлар мазаңызды ала ма? Жалпы айтып жүрген коллектор дегеніміз ол коллекторлық агенттіктер тізіміне енген кәдімгі жеке ұйым. Оларды негізінде коллекторлық агенттік деп атайды. Коллекторлық агенттік өз қызметін ұлттық банкте есептік тіркеуден өткеннен кейін ғана және оны коллекторлық агенттіктердің тізіліміне енгізгеннен кейін жүзеге асыруға құқылы екендігін білу қажет. Тізімді ұлттық банктың сайтынан көруге болады. Коллекторлық қызмет дегеніміз кредитор мен коллекторлық агенттік арасында жасалатын берешекті өндіріп алу туралы шарт бойынша іске асырылатын берешекті сотқа дейінгі өндіріп алу шаралары болып табылады. Ал кредитор дегеніміз сізге кредит берген ұйым, банк, микрокредит беретін ұйымдар. Коллекторлық қызмет заңмен реттеледі. Сіздерге қоңырау шалатын міне осындай агенттік қызметкер. Олар алдымен борышкер мен сізбен әдепті, сыпайы, қарым қатынаста болуға міндетті. Дөрекелікке, әдепсіздікке жол бермеуге тиіс. Былайша айтқанда, іскерлік әдепті сақтауға міндетті. Алайда іс жүзінде олай емес екені көбімізге мәлім. Олар сізді, борышкерді қорқытып, үркітуге әуестеніп алған. Мұның себебі сіздің борышкердің қаралығыңыз, сауатсыздығыңыз, кешіріңіз. Бірінші, коллекторлар қай уақыттарда және неше рет борышкермен байланыса алады. Жұмыс күндері сағат таңғы 8-ден 21-ге дейін аралығында максимум 3 рет телефонмен сөйлесе алады. Сізге сенбі, жексенбі күндері телефонға қоңырау шалуға не өзгедей хабарласуға құқығы жоқ. Жұмыс күндері сағат 8-ден 21-ге дейін аралығында максимум 1 рет, ал аптасына 3 рет кездесе алады. Екінші, коллектор телефонмен сөйлескенде, не кездескен кезде нені айту керек? Коллекторлық агенттіктің атауын, оның тізіліміндегі нөмірін, коллекторлық агенттіктің мекен жайын, коллекторлық агенттік қызметкерінің аты жөнін, лауазымын, кредитордың, банктың, өзге де кредит берген ұйымның атауын, берешекті коллекторлық агенттікке бергені туралы, берешектің есебін. Егер сізге қоңырау шалған адам осы мәліметтерді өзі немесе сіздің талап етуіңіз бойынша айтудан жалтарса, онымен сөйлесуді тоқтатсаңыз болады. Тіпті осы мәліметтерді айтқан күнде де олардың растығын тексеру мақсатында сөйлесуді тоқтатсаңыз болады. Үшінші, коллекторлар сіздің туысқандарыңызға, көршілеріңізге қоңырау шалғанда нені білу керек? Біріншіден, олар тек өзіңізбен өкіліңізге ғана байланыса алады. Ал өзге тұлғалармен байланысып, сіз туралы сұрауға, ақпарат беруге құқығы жоқ. Төртінші, коллекторлық агенттік қызметкері сізбен сөйлескенде қандай талаптарды сақтауға міндетті? Заңда көзделмеген тәсілдерді қолдануға тыйым салынады. Борышкердің ар-намысына, қадір қасиетіне, іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтерді таратуға, сіздің мүдделеріңізге зиян келтіру мүмкін мәліметтерді жария етуге тыйым салынады. Бұл дегеніміз әдеттегі өмірде болып жатқандай коллекторлардың көршіңізге, туысыңызға, әке-шешеңізге, ата-енеңізге, жұмыс орныңызға сіз туралы хабарлап жариялауға болмайды деген сөз.
сіздің құқықтарыңызға, өміріңіз бен денсаулығыңызға қатер төндіретін құқыққа қайшы әрекеттер жасауға тыйым салады. Борышкерді қорлау, қорқыту, бопсалау, алаяқтық, жалған құжаттар жасау арқылы кредитті өтеуге мәжбүрлейтін қысым көрсетуге тыйым салынады. Берешектің мөлшері туралы алдауға тыйым салынады. Қызығы, мына тыйымдар оларға рұқсат етілген қызметтердің түріне ұқсайды. Өйткені борышкерлерге қоңырау шалатын коллекторлар бұл талаптарды өкінішке орай сақтай бермейді. 5. Кредитор коллекторға сізден берешекті сотқа дейін өндіруді тапсырған кезде оған банк кредитке пеня жүргізе алмайды. Сондықтан коллекторлық агенттік қызметкерлерінің сіздің берешегіңіз күннен күнге өсіп жатыр деу заңсыз болып табылады. 6. Егер коллекторлық агенттіктер борышкердің құқығын бұзса, онда ол ұлттық банкке немесе оның аумақтық филиалдарына шағым түсіре алады. Байланыс ақпараты ұлттық банктың сайтында орналастырылған. Осылайша сіздің құқықтарыңыз заңмен қорғалған. Бірақ та банктік міндеттеріңізді де, өмірдегі міндеттеріңізді де толыққанды орындағаныңыз, сіздің адамгершілігіңізді көрсететіңізді ұмытпағаныңыз жөн. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Бүгін біз коллекторлар туралы әңгімелестік. Осы видеоға лайк қойып, менің каналыма жазылыңыз.